Сәлем достар, біз бүгін осындай өте дәмдәр жұмсақ блинчики дайындайтын боламыз. Рецепт ұнайды деген ойдамын. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарийді жазуды ұмытпаңыздар. Ал бастаймыз, кеттік. Ол үшін бізге осындай ингредиенттер керек: сүт, жұмыртқа, ұн, қант, және тұз, және сұйық май. Осылай. Ал енді бастаймыз, кеттік. Осындай терең ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз. Дәл осылай екіншісін жарып саламыз. Артынан қантты жібереміз, араластырамыз. Қантымызды ерігенше араластырамыз. Шамалы ұзақтау араластырасыздар. Мен мұнда видеоны қысқартып, аз сияқты көрініп қалған болуы мүмкін. Осылай. Енді артынан сүтіміз бен ұнымызды кезек-кезек үшке бөліп саламыз. Осылай. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Не жасасаңыздар да әдемі жақсы болып шығады. Комочек қалып қалмауына себеп болады. Араластырамыз. Вот енді екінші партия. Шамалы сүтімізді құйып, үстіне ұнымызды салып, тағы да араластырамыз. Комочек қалмауын қадағалаңыздар. Енді үшінші партия уже. Последний. Ұнымызды салдық, сүтімізді құйдық и тағы да араластырамыз. И вот тұзымызды саламыз. Мен тұзды бастапқы кезде салсаңыздар болады. Мен ұмытып кеттім, сосын соңында салдым. Вот сосын сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Осылай араластырамыз. И осындай сұйық масса шығу керек бізде. Вот осылай. Енді сковородкамызды қыздырамыз. Осылай сұйық маймен майлаймыз, чтобы жабысып қалмау үшін. Бір рет қана майлайсыздар, ары қарай уже болды. Осы маймен кетеді до конца. И бетіне сұйық қамырымызды құямыз. И осылай сковородкамызды қолымызға алып, осы жайып шығамыз сұйық қамырды. Солай жайғандарыңызға байланысты блинчиктеріңіз жұқа болып шығады, әдемі болып шығады. Осылай күтеміз, астын піскен. Шамамен 1 минут шамасында осылай қызарып шыға келеді. И сосын екінші бетіне аударамыз. Вот силиконовый лопатка, либо вилкамен болады. Үйіңізде не бар, сомен жасай беріңіздер ыңғайлы қылып. Осылай шамалы басамыз. Қызарып шығады. Либо ағартып пісірсеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңызбен. И вот осылай пісіп шығады. Ас болсын. Келесі блинчиктерді дәл осылай пісіріп аламыз. Осылай бізде шамамен 15 дана өте дәмді, жұмсақ, нәзік блинчиктер дайын болады. Рецепт ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер. Ас болсын!